Армысыздар ардақты ағайын, бүгінгі тақырып ғашықтық пен құмарлық жайлы болмақ, яғни ғашықтық пен құмарлықты Абай Шәкәрім ілімдері бойынша сіздерге түсіндіріп беруге тырысатын боламыз. Ғашықтық пен құмарлық өлеңі ең алғаш 1889 жылы шыққан жастарға арналған өлең. Кейіннен 1909 жылы алғаш жинаққа енген өлең. Ғашықтық, құмарлық пен ол екі жол, құмарлық бір нәпсі үшін болады сол. Сенен артық жан жоқ деп ғашық болдым, мен не болсам болайын, сен аман бол деп. Енді бұл жерде Абай атамыз ғашықтық деген нәрсе бар, және құмарлық деген нәрсе бар дейді. Көпшілік адамдар бұның арасын айырмай бір нәрсе деп ойлауы мүмкін. Ғашықтық деген бұл жаннан шығатын нәрсе. Құмарлық ол тәннен шығады, нәпсіден шығады. Енді ғашықтыққа келсек, бұл ғашықтық махаббаттың жоғарғы деңгейі. Абай атамыздың махаббатсыз дүние бос дейді ғой. Адамның ең әуелі өзіне деген, ата-анасына, отанына, дініне, діліне, дәстүріне деген махаббаттардан кейін ол махаббат болмаса дүние бос. Бірақ ең жоғарғы махаббат ол Алланың дидарына деген махаббат, жаратушыға деген махаббат. Оның барлығы жаннан шығып тұр. Ғашықтық Құдайдың жамал дидарына ғашықтық. Құдайға ғашықтыққа адамның барлығы жете алмайды. Менің ұстазым Асан Омаровтың айтуы бойынша, толық адам, кемел адам жолына түскен бірең сараң адамдар болмаса, көпшілігі ол деңгейге көтерілмейді. Ғашықтық ол жанның қасиетіне байланысты. Ал құмарлық ол адамның тәннен шыққандықтан, уақытша болғандықтан, ләззаты қысқа болғандықтан адамды тез жалықтырып, көңілі суып. Қазақта ойнас оттан ыстық, қала берсе боқтан сасық деген, сол сияқты тәннен шығады. Енді көпшілікке түсінікті болу үшін біздің жалпы адамзаттың тәні заттық әлемге тиесілі. Ал біздің ақыл ес санамыз, рухымыз рухани әлемге тиесілі. Сол ғашықтық біздің ақыл ес санамыздан шығады, ойымыздан шығады. Ал құмарлық заттық әлемге тиесілі болғандықтан ол тәнімізден шығады. Яғни мысал үшін түсінікті болу үшін былай келтірсек, мен құмартсам, мысалы тәнім бір нәрсені құмартты, қарным ашты мысал үшін. Қарным ашса мен барып тамақ жеймін. Қарным тойғанша тамақ ішем, одан кейін ары қарай мен тамақ іше алмаймын, өйткені ол уақытша ғана. Құмарым басылды мен. Құмарым басылғанша тамақ ішем, ләззаты қысқа, уақытша. Ал ғашықтық рухани әлемнен шыққандықтан ол мәңгілікті. Өйткені жан мәңгілік, жаннан шығады. Жанның ләззаты қатты. Жанның ләззаты қатты. Енді бұл жерде тағы да бір мысал, көпшілікке осы мысал түсінікті болады деп ойлаймын. Жалпы мал жан мен тәннен тұрады деп айтты. Адам да жан мен тәннен тұрады. Абай айтады, адамдықтың алды махаббат дейді. Ол махаббат дегені адамға ақыл сана, ой сезімнің барында. Мысалға бір жануар малдың еркегі құмартса, баратта ол ұрғашысына барып артылады. Сөйтіп құмарын баса салады. Ал адам бірін-бірі құмартса, сен де жануар сияқты барып оған қосылып құмарыңды баса салсаң, сен малдан айырмашылығың жоқ. Өте дұрыс. Қазақта малсың ғой деген сөз бар. Енді ол айтылған себебі ол жаңағы адамда ақыл сана сезімсіз, ақылға салмай, тек құмар үшін ғана барып қосыла салуы, ол малдан айырмашылығың жоқ, сен малсың ғой деп тұр. Және қазақта адам бол деген сөз бар. Бұл адам бол деген жаңа адамдық. Құдай адамды ерекше ақыл беріп жаратты ғой. Адам бол деген сен ақылға сал. Некесіз қосылма деген сияқты. Енді бұл жерде енді негізі бұл табиғат, екі адамның бір-біріне қосылу, бірақ жаңағыдай енді төмен деңгейге түспеу керек адам. Төмен деңгейге. Өзінің адамдыққа ақыл деңгейін жоғарылатып шыңдау керек. Хайуани деңгейде болмау керек. Дәл енді осы жерде айтатынымыз, құмарлық ол нәпсі. Нәпсінің қалауы. Сондықтан ол құмарлық тәннен шығады. Ал ғашықтық жаннан шығады. Ғашықтық мәңгілікті, құмарлық уақытша. Ләззәті де уақытша. Ғашықтық, құмарлық пен ол екі жол, құмарлық бір нәпсі үшін болады сол деді. Бір нәпсі үшін. Көп жерде тағы да айта кететін бір жағдай, кейбір адамдар осыны құмарлық бір нәрсе үшін деп оқиды, жазады, айтады. Негізінде бұл шын мәнінде құмарлық бір нәпсі үшін деп жазылған. Тән үшін деп жазылған. Бір нәпсі үшін болады сол, сенен артық жан жоқ деп ғашық болдым дейді. Мен не болсам болайын, сен аман бол деп. Бұл жерде мен не болсам болайын деген, бұл адамның ғашығының жолында жанын пида етуі. Көп адам өзінің ғашығының жолында жанын пида ете алмайды ғой. Құмарлық деңгейінен,
махаббат деңгейінен сүйіспеншіліктен аспағаннан кейін ары қарай аса алмайды. Ол жайлы Ләйлі Мәжнүн дастанында Мәжнүн Ләйліге ғашық болып жынданып кетеді ғой, есінен ауысып. Сол кездің ханы көріп, Ләйліні көрсе, бір қарапайым ғана қыз екен дейді. Кейін Мәжнүнге айтып, мына қыздың қай жеріне сен ғашық болып жүрсің? Менің гаремде бұдан да сұлу қаншама арулар бар деп. Сонда Мәжнүн айтқан екен, сіз оған менің көзіммен қараңыз деп. Сондықтан бұл махаббат, ғашықтық, жүректен жаннан шыққандықтан әр адамның жан қасиетіне байланысты ғашық болуы да әртүрлі деңгейде. Мәжнүн менің көзіммен қара деп тұр ғой. Иә. Ол жерде адамда тән көзі болады, бастағы тән көз және жүректің көзі болады. Иә. Енді тән көзімен қарасаң, мысалға әдемі қыздар болады. Енді өмірде қарапайым, сұлу, өте сұлу, табиғатынан сұлу қыздар болады. Ол тән көзімен қарасаң. Ал жан көзімен қарау, ол мүлде басқа. Мүлде басқа. Ғашықтық сол жан көзімен қараудан шығады. Ғашықтық бұл жандардың арасында қарым. Жандардың, екі жанның бір-бірімен, жан мен жанның. Қазіргі кезде қоғамда көп жастар ажырасу мәселесі көп. Иә. Ол мәселенің бірден бір себептерінің бірі екі адам, екі жас бір-біріне жан көзімен қарамау, тән көзімен қарауы. Сыртынан көріп ұнатты, мысалы қызды ұнатты, мен саған ғашық екенмін, анау мынау өзінің құмарлығын ғашықтықпен шатастырады. Иә. Сөйтіп құмарты бол қызға екеуі үйленуі мүмкін. Жаңа айттық қой, құмарлық ол уақытша ләззат, уақытша нәрсе. Ол бір сен ол қызбен қосылып құмарыңды алғаннан кейін, оның уақыты өткеннен кейін, біткеннен кейін, сен ол қыз саған қызық емес болып қояды. Басқа бір жанға құмарлық оянуы мүмкін. Осы орайда көп адамдар бір-бірімен біз ерте қосылып қойыппыз, біз ғашықтықты дұрыс түсінбеппіз деген сияқты, қателесіппіз деген сияқты айтып, көп қателесіп ажырасуға дейін бара жатады осы жерде. Оның бәрі енді ғашықтық пен құмарлықты ажырата білмегендік адамның, айыра білмегендік. Енді ғашықтыққа келетін болсақ, Абай атамыз айтады ғой, ғашықтың тілі тілсіз тіл, көзбен көрде, ішпен білді. Ол деген көзбен көріп, тән көзімен көріп, сен ішімен сезу керексің. Жүрекпен сезу керексің. Ол ғашықтың тілі. Сен айтпасаң да ол ғашықтың тілі, сен оны сезесің. Ол ғашықтың тілі осындай деп тұр. Менің енді ұстаздарымнан естуім бойынша, адамдар рухтар әлемінде бір-бірімен рухтас адамдар, ұқсас рухтар, осы өмірге келгенде де бірін-бірін тауып алады екен. Кей адамдардың қасына отырсаң, бір кеткің келіп тұрады. Жолағың келіп, ол адам саған ешқандай бір зиян жасамаса да. Бірақ кейбір адамдармен бір бұрыннан көргендей араласасың. Бірден араласасың. Олардың жан қасиеттері, рухтары ұқсас болғандықтан бір-біріне тартады. Ол мысалы доспен дос болуы мүмкін, ана мен бала, әке мен ұл деген сияқты. Болмаса жаңағыдай еркек пен әйел деген сияқты. Адам мысалы жүздеген қыздың ішінде жүруі мүмкін, бірақ өзінің теңін таппайды да. Бірақ бір күні жүріп, өзінің рухтасын тауып, міне мынау менің болашақ жарым екен ғой деп өзінің жаңағыдай үйлесімді дейді ғой, өзінің рухтасын тауып жатады. Кейбір қыздардың немесе ұлдардың көп үйленбей жүруі менің ойымша ақыл деңгейіне байланысты. Егер адам көп білетін болса, білімі көп болса, оның ақыл деңгейі жоғары болса, ол өзіне өмірлік серігін өзімен тең адамды іздейді. Ақыл тең адамды іздейді. Ол өзімен жас адамдар оның ақыл төмен болуы мүмкін, немесе жоғары болуы мүмкін. Сондықтан олар бір-бірін таба алмай, адамдар, шын ғашық адамдар бір-бірін таба алмай, жәнегі уақыт өткізіп болуы мүмкін. Бойдақ болып жүруі мүмкін, қыздар отырып қалуы мүмкін деген сияқты. Жалпы Абай атамыз жастарға, жігіттерге қыздарды қалай таңдау керектігін айтқан. Жәнегі құмарлықпен емес, ғашықтықпен таңдаңдар деп. Бұл өзінің бір өлеңінде біреуді көркі бар деп жақсы көрме дейді. Лапылдақ көрсе қызар нәпсіге ерме дейді. Яғни бұл жерде жаңағыдай біреуді көріп, анан құмартып, лапылдап, жанып, анан құмар нәпсіге еріп кетпе дейді. Сен көркі бар екен деп оны ұнатпа дейді. Сен оның бірінші мінезін қара, ішіне үңіл дейді. Солай бір ғашықтыққа жол бер дейді. Енді ғашықтықтың деңгейі ең жоғарғы пик дейміз ғой. Ең жоғары бағана сен айтқан сияқты ол Құдайдың дидарына ғашықтық. Бұны Шәкәрім атамыз хақиқат нұрдың жарығын жарылды жүрек көргенде дейді. Бұл кісінің теңдеуі өте керемет теңдеумен айтқан. Бұл енді ғашықтықтың шыңы, пик, Құдайдың дидарына ғашық болу. Хақиқат. Хақ деген Құдай, шындық деген сөз. Бұл жерде
біз енді ғашықтық туралы айтқанда көп адам еркек пен әйелдің арасында, қыз бен жігіттің арасында болады деп қана сол шеңберде қалып қалады. Бірақ бұны кезінде асықтық деп те айтқан. Ғашықтық, асықтық, бір-біріне асығысу деген сияқты. Сондықтан бұл ол деңгейде ғана емес, өте кең мағыналы сөз. Соны біз өзіміз осыны оқып, ізденіп жүргеннен кейін керек адам өзіне керегін жаратар деген мақсатта талқылап отырмыз. Ғашықтық ұлы сезім. Енді бұл жерде ғашықтық пен құмарлық бағана сен айтқан сияқты бір жаққа ғана кетіп қалуға болмайды. Не тән, не жан деп екеуін теңбе-тең ұстау керек. Құстың екі қанаты сияқты теңбе-тең ұстап өмір сүру керек. Жалпы енді ғашықтық пен құмарлық тақырыбы бойынша тақырыпты аша білдік деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.